Хауа жаусын, айдын көллер хөл болсын. Жылдан жылға кем дәулетің мол болсын. Қайсы елден қай шәһәрге атландың, қыллы көк ябылы бала жол болсын. Меніңше яшылулардан міне осы қатарларды естпегендер кем болса керек. Ал егер сіз растанда бұл қатарлардан бейхабар болсаңыз, экран алдына еліде қолайрақ жайғасып алың. Бүгін біз осыған ұқсаған көплеген қатарлары халықтың жүрегінен, ядынан орын алған Алпамыс дастаны хақында сөйлесеміз. Жайқұнның білім суына сүңгуге таяр болсаңыз, біз басладық. Біз Алпамысты тек қана бір дастан деп білгенбіз, бірақ ол бүткіл түркі дүния бірлігінің белгісі, мәдени бірлігіміз болып табылады. Қарақалпақ халық ауызекі дүретушілігінде Алпамыстың өзіне тән бейбақа версиясы сақланған. Онда тек қана батырлық емес, алыс шаңырақ, ватан һәм мұхаббат үшін күрес өз көрінісін тапқан. Меніңше сол үшін да халық дастанды шын кеуілден мақтаныш етеді. Елеге шекем қиялы тәрізде онда жасап келеді. Ал сіз бұл дастанды білесіз бе? Дастан сізге шекем өз құнын жоғалтпай жетіп келгеніндей, сіз де оны келешек әулетқа жеткеруде өз үлесімді қосып батырман деп ойлайсыз ба? Бүгін біз міне осы сияқлы сұрауларға тарих арқылы жауап ізлейміз. Алпамыс түркі халықлардың ең әйемгі һәм кең тарқалған эпикалық дастаны есептелінеді. Ол өзбек, қазақ, қарақалпақ, түркмен, татар һәм басқа да туысқан халықтар арасында әрқилы тәрізде рауажланған. Бірақ олардың әр бірінде бір ұлыма рух, милли ерк ықрар һәм еркінлікке болған мұхаббат шәмленген. Қарақалпақлар арасында Алпамыс дастаны ауызекі дүретушілік арқалы, атап айтқанда жырау һәм бақсылар арқалы сақланып келген. 20 ғасырлардың басында бұл дастан елеге шекем халық тойларында және де жиынларда һәм де бәргі байрамларда атқарылар еді. Қарақалпақ версиясы өз стиліне ие, онда айрым уақиялар өзгеше тәрізде берілген. Дастан өзінің терең халықшылығыменен айырылып тұрады. Сондықтан да халық бұл дастанды сүйіп тыңлаған. Оны идеясы, көркемлік өзгешелігі, сюжетлік құрылысы, ұнамлы образлардың халық бірлігі үшін ізлеген күреслері халықтың жүрегінен кеңнен орын алған. Дастанның идеясы бөлініп кеткен ру, қауымдерді біріктіру, бүтін бір тұтас ел, халық болып жәмлесіп жасау идеясын алға сүреді. Бұнан тысқары дастанда сырт ел басқыншыларынан ғаресіз жасау, басқыншылықты қаралау, адамгершілікті, достықты қадірлеу сияқлы фазилетлер де жоғары бағаланады. Алпамыс дастанында да барлық эпослардағы сияқлы халық идеалындағы ұнамлы образларменен бірге оларға қарама-қарсы басқыншы, жауыз ұнамсыз күштер арасында күрес сөз етіледі. Дастанның бас қаһарманы Алпамыс, ол күтажас уақытынан батырлығы менен көзге түседі. Жалғыз өзі жат елде жүрген гүлпаршынды алып қайту үшін қиыншылықтардан, жат елдегі дұшпанлардан қорықпастан қалмақ жұртына атланады. Оның үшін өзіне мінәсіп тұлпар байшыбарды таңлай біледі һәм көп жылқының ішінен құйрығынан ұслап тоқтатады. Оның өзіне бағындырып мініп алады. 6 күншілік жолдан кетірген Алпамыстың байшыбар атының тұяғының сесінен жата алмаған Қаражанның хаулығуы, атының қорқып сескенуі Алпамыстың батырлығынан дерек береді. Дәрбен жолда жатырған Қаражан менен Алпамыстың ұшырасып күреске түсуі, қалмақ елінің атақлы батыры Қаражан менен күресіп, оны жеңуі асқан палуандылықтың, батырлықтың белгісі есептелінеді. Себебі Қаражан да қалмақлардың ең күшлі батыры. Тайшхан патшаның барлық ләшкерлеріне жалғыз өзі тең келетұғын батыр болған. Бұл ұшырасуда Алпамыс мәртіліктің үлгісін көрсетеді. Ол еш қорықпастан бірінші кезекті Қаражанға береді. Оннан Алпамыс басым келіп жеңеді. Дастанда Алпамыс образындағы батырлыққа қосымша адамгершілік, мейірімлілік, қасиетлері де сәулелендірілген. Ол
дәрмен жолда Қаражанның үстінен жеңіске еріскеннен соң кешірім беріп мәртлік етеді. Жеңілген Қаражан менен дос болады. Бұл дослық екі ел арасындағы дослықтың көрінісі десек те болады. Өзінің Байшұбар атын Гүлпаршынға белгі, дәлел іспатында көрсетуге сұраған Қаражанға еш екіленбестен Тұлпар атын ісеніп тапсырып жібереді. Бұл бір тарептен дослыққа садықлықты, ісенімді білдірсе, екінші тарептен батырдың ісін кішілігін, аңқаулығын да көрсетеді. Алпамыс көп қиыншылықтар менен қалмақ еліне көшіп кеткен қалыңлығы Гүлпаршынды жат елдегі дұшпанлардан қорықпастан алдайшылық жолдан жалғыз өзі алып қайтады һәм көздеген мақсатына еріседі. Алпамыс бұндан соң қалмақ жұртына екінші рет атланыс жасап, жалғыз өзі Тайшықханның есап сансыз көп ләшкерлеріне қарсы ұрыс жүргізіп, өзін зынданнан құтқаруға себепші болған Шопан Әшімді халық еріне патша етіп қояды. Бұл Алпамыстың өз уәдесінің үстінен шығуы еді. Соң қалмақ еліне көшіп кеткен халқын өз еріне қайтарып алып қайтады. Бұннан батырдың өз руын, өз халқын бірлестіруге ұмтылуы айқын көрінеді. Алпамыс хақында әр халық өзінше сөйлейді, бірақ қарақалпақша версиясы өзгеше. Бұл жерде дастан тек батырлық емес, ал халықтың өмірі, жүрегі һәм философиясы менен толықтырылған. Және де тіл, дауыс, образлар хаттегі орталықтың өзі басқаша. Бұл жерде Алпамыс тек қана ел қаһарманы емес, ал елдің өзіне айланған. Солай етіп дастанда Алпамыс образы батыр, палуан, мерген, шебер сәзенде, достына мейірімлі, хақ кеуіл, хақ ниетлі етіп суретленеді. Және де оның образындағы бұл сипатлар халықтың күткен арманына муапық жасалған деуіміз мүмкін. Өз елін жаудан қорғайтұғын батыр, ел жүреклі бала болса екен деген халықтың арманының сәулесі. Қарақалпақлар арасында тарқалған Алпамыс версиялары түрки дүниядағы басқа талқылаулардан бірнеше тәреплерменен ажыралып тұрады. Бірінші, бұл версияларда табиғи орталық, арал бойы тұрмысы һәм үрп әдетлер орын иелейді. Мәселен, шаруашылық, сусызлық, көшпелі тұрмыс һәм сахра мәдениеті дастанның фонында көрінеді. Бұл инсанларға еледе тартымлы һәм жақын болу үшін халық өз тұрмысы һәм мәдениетіні дастанды дәуірлер дауамында масластырып келгенінен деректеп айтсақ та болады. Екіншіден, образлардың өзгешелігі. Апойығына мысал, Гүлпаршын образы қарақалпақша версияда болса, ал басқа халықлардың әдебиетында Баршынай, Гүлбаршын, Гүлбарчин, Айбарчин деп те аталады. Гүлпаршын дастанда һәм есінен бұрын батырға лайықлы өмірлік жолдас, асқан ақылы һәм зейінлі етіп көрсетіледі. Ол өзінің туған жерін шын жүректен сүйеді. Гүлпаршынның әкесі Байсары құдасы Байбөріменен өкпелесіп, өз елі Байсынды таслап, қалмақ еліне көшіп баратырғанда, Гүлпаршын анасыменен бірге әкесінің туылған жерін таслап, басқа жұртқа кетуіне қарсылық білдіреді. Ол өзі туылып өскен жері Байсын елінен айырылғанына қатты қайғырады. Ол өз еліне болған сүйеушілік, қошласу сөздерін айтады. Ол өзінің ақыллылығыменен ең қиын жағдайлардан құтылу жолын ойлап табады. Гүлпаршын соның менен бірге өз сөзінде тұратұғын, берген уәдесінен таймайтұғын тұрақлы етіп көрсетіледі. Ол өзінің дұшпанларына берген уәдесінде ақлап шығады. Мысалы, Алпамыс Тайшықханның еліне келіп, Гүлпаршынды өзінің еліне алып қайтпақшы болғанда, Гүлпаршын Алпамысқа Тайшықхан һәм Қаражанның жіберген адамларының алдында уәде еткенлігін һәм уәдесін орынламағанша қайтпайтұғынын білдіреді. Гүлпаршын батырдың тек сүйген яр ғана емес, сонымен бірге ол өз қиыншылық жағдайында батырға өзінің ақылыменен көмек беретұғын ақылгөй досты да болады. Қарақалпақ версиясының және бір ахметлі тәрепі сонда ондағы милли образлар һәм сөз байлығы болып табылады. Бұл дастан Қарақалпақ тілі һәм көркем пікірлеуінің де айқын үлгісі. Шайырлар,
жыраулар, ілімпазлар үшін бұл байлық елге шекем ашылмаған ғазине сияқлы. Бұл айырмашылықтары тек қана әдеби жақтан қызықлы емес, ал халықтың рухи дүниясын, дүния қарасы һәм тұрмыс философиясын аңлау үшін әхметлі дерек болып есапланады. Соған бола әрбір қарақалпақшасы өз халқының алпамысын білуі шарт. Әрбір эпосты қаһарманлар елдің өзі. Алпамыс мәртлік, Гүлпаршын ақыл һәм пәкілік, Тайшхан дүзім һәм сынақ тымсалы. Халқымыз бұл образлар арқалы өз қадіриятларын әулеттен әулетқа жеткеріп келген. Алпамыс дастанында міне осындай ұнамлы образлар менен бір қатарда ұнамсыз образларда өз көрінісіне ие. Олар қалмақ патшасы Тайшхан, Ұлтанқұл, Мәстан кемпір һәмде және де басқалар. Олар дастанда күшлі жек көрушілікпенен суретленеді. Алпамыс классикалық қаһарман емес, ол қарақалпақ фольклорындағы ел үшін жасайтұғын инсан тымсалы. Оның күресі тек жеке емес, ал ұлыма милли, ұлыма инсани күрес. Ол өзіне яр болғаннан көре халыққа піда болуды абзал көреді. Ұстарепі менен ол қаһарман сөзінің ішіне мәні, жүрек һәм жауапкершілік қосады. Баршынай болса қарақалпақ версияларында тек қана мұхаббат тымсалы емес, ол ақылы, сабырлы, милли қадіриятларды аңлаған һәм қорғаған хаял. Ол дұшпанға қарсы күресте тек қана алпамысқа сүйенбейді. Өзінің ақылы, сабыры һәм дана сиясаты менен шаңырақ һәм абырайды сақлап қалады. Ол образ арқалы қарақалпақ хаялының рухи күші һәм ғаресізлігі көрсетіледі. Тайшхан хан зұлымлық һәм дүзім тымсалы, бірақ ол да бейпаруа жаманлық емес. Ол елдегі адалатсызлық, күшпенен хақиқатлықты шешуге ұрыну һәм мәп үшін халықты құрбан етудің образы. Сондықтан алпамыс һәм Тайшы арасындағы күрес негізінде хақ һәм нахақ, адамгершілік һәм залымлық, бірлік һәм бөліну арасындағы күрес болып табылады. Осы дастандағы басқа образлар Байбөрі, Ямаса Гүлпаршынның анасы, һәммесі қарақалпақ халқының ата-анаға, шаңыраққа, садықлық һәм ар-намысқа болған қатынасын ашып береді. Осы образлар арқалы халық өз тарихын, арман үмітлерін, қиыншылықтарын һәм пидайлығын тарифлеген. Олар әпсана емес, ал халықтың жүрегінде жасайтұғын нышанлар. Әрбір образ бір идея. Һәм бұл идеялар елде халықтың жүрегінде жасайды. Соның үшін алпамыс эпосы һәр дәуірде актуал һәм ахметлі болып қала береді. Әрбір дастан бұл апуай ғана гүррің емес, ол халықтың дүние қарасы. Жоғарыда айтып өткеніміздей, дастанның түрки халықлар тұрмысында орны айрықша. Біз дастанның мазмұны һәм ондағы образларға тоқталып өтер екенбіз. Соның менен бір қатарда дастанның бүгінгі күнге шекемге жетіп келуінде кімлердің үлесі бар екенін де біле отыруымыз керек. Мен онда бірінші орынға әлбетте халықты қояр едім. Себебі ата-бабаларымыздың қатқұлақлығы тикарға орынды иелеген болса, бақсы һәм жыраулар дастанның атқарылуы, сап һәм таза халында бізге жетіп келуіне айрықша үлес қосқан. Ани кемпір сол уақытта ғарры құдасы менен кейінелесіп келген екен ау деп ойланды. Ашу алдында келеді, ақыл кейінінде келеді деген ғарыма 5-6 ауыз сөз айтып, кеуілін аулап, сапарын тілейін деген бір қиял пайда болды. Әне сол уақытта кемпір ғаррыға қарап толғанып тұрған құсайды. Баршының құлағына таныс болған бұндай қатарлар тек қана алпамыс емес, ал басқа да дастанларда көплеп ұшырасады. Міне осындай сөздері, мазмұны һәм ырғағын естуімізбенен дәру дастан екенін аңлаймыз. Алпамыс дастанында бұндай қатарлардан көплеп келтірсек болады. Мысалы, Байсары Тайшханның жұртына көшіп барғаннан соң ол жерде мәкан басып, жылдар өтіп, жалғыз қызы Гүлпаршын ержеткендегі көрінісі төмендегіше тарифленеді. 5 жыл шаруашылық етті, бірі 2-ге тұрмады. Баяғы 7 жасында барған Баршын қызы 12-ге келді. Қаршығадай қиялланған, тал шыбықтай бұралған, бір қыз болды тауланған, кергеннің ақылын алған, 2 жүзі
гүл-гүл жаңған деп тарифленеді. Егер аңлаған болсаңыз, Қарақалпақ милли намаз менен атқарылатығын айне осындай қос қатарларда бар еді. Бұнан білуімізге болады, дастан тек қана халықтың санасындағы һәм әдебиятындағы мирас емес, ал оның мәдениетіне да тәсір көрсеткен, зарур болса қалыплестіре алған дерегі болып табылады. Дастанда бұндай қатарлар көплеп ұшырасады. Ханның жайы датқа жай, хан отырған ақ сарай, пияда бармас жерлерге атлы кірді Қаражан. Бұл қатарлар арқалы болса, Қаражанның өзіне болған сенімі, батырлығы, тік мінезділігін көруіміз мүмкін. Дастанда келтірілген әрбір образ міне осындай толық һәм анық түрде, хәтта керек болса сөз саплап, қосымша деталлар менен тарифленеді. Қарақалпақ дастан атқаруында жырау дәстүр басында һәм тамамлауда дослық, бірлік, еллік сөздерін қайта-қайта атап өткен. Бұл халық философиясында бірлікте күш, жәмәатте берекет бар деген сенімді білдірген. Этібарлы тареп сонда дастанды жыраулар атқарар екен, оны тек қана көркем шығарма емес, ал әдеп ікрамлылық, рухи тәрбие құралы сипатында қабыл еткен. Алпамыс тек қана өтміш емес, ол бүгінде жасайды. Қарақалпақ жазылары бұл дастан арқалы өзінің тамырын, мирасын аңлап жетеді. Мектеплер, университетлер, социалық тармақлар һәм жерде бұл эпостың тәсірі бар. Ол ұмытылатығын емес, ал қайта-қайта ашылатығын мирас. Әрбір әулет оннан жаңа мәні, жаңа күш алады. Себебі бұл дастан халық рухиятының мөрленген тарихы. Алпамыс дастаны бүгінгі күнде де Қарақалпақ жәмиетінде жанлы һәм тәсірлі мирас сипатында жасамақта. Ол Қарақалпақ халқы үшін милли өзлікті белгілеп беретұғын әдеби һәм рухи дерек болып табылады. Әсіресе бұл дастан мектеп һәм университет сабақларында, әдебият, фольклор һәм этнография курсларында тұрақлы үйреніледі. Көптеген ілімпазлар, әсіресе Қарақалпақ жазушылары һәм фольклор танушылары Алпамысты талқылаған. Оның версиялары, образлары, идеялық бағдары һәм халық философиясы текарында жүзлеген ілми минетлер жазған. Сондай-ақ Қарақалпақ версиясындағы Алпамыстағы үрп-әдетлер, шаңырақлық қатынасылар һәм милли қадіриятлар бүгінгі күнде тәрбиялық дерек сипатында оқытылып батырғаны да әхметлі. Көпшілік инсанлар перзентлерін гүлпаршындай ақыллы қыз болуын, Алпамыстай хадал һәм підай болуын арман етеді, атларын қояды. Нәтижеде Алпамыс бүгінде тек қана оқылмайды, ал жасайды. Өзгереді һәм әр жаңа әулет қалбінде қайта туылады. Бүгінгі санымыз арқалы сізге дастанның текарғы мазмуны, ондағы образлар, әрқилы көріністер хақында аз ғана болса да түсінік бере алдық деп үміт етеміз. Әлбетте дастанды толықлай оқып көруіңізге де сенеміз. Егер сізге видео ұнаған болса, комментарий жазың, лайк басың һәм жақындарыңызға да жіберіп қойың. Жайхун Жойбарының келесі саналарында сіз күткен темаларда көріскенше саламат болың.